Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің арнайы тексерісінен кейін Петропавлда жылқы етінен дайындалған халал деп көрсетілген шұжықтан шошқаның ДНК-сы табылған. 1,5 мыңға жуық өнімге, соның ішінде атап айтатын болсақ, сүт, ет, шұжық өнімдерін тексерген. Зерттеу барысы бойынша елімізде 43 түрлі өнімді сатуға тыйым салынды. 69%-дан түрлі заңбұзушылықтар анықталған. Атап айтсақ, 83% таңбалау дұрыс емес, 17% санитарлық талапқа сай келмеген. Яғни, аталған азық-түліктер адам денсаулығына қауіпті деген сөз. Тексеру барысында Талдықорғаннан сатып алынған сармайдан ішек таяқшаларының бактериялары шыққан. Ал Тараз дүкенінен алынған печеньенің құрамында рұқсат етілмеген заттар нормадан 3 есе жоғары болған. Мамандар бұл өнімді сақтау және тасымалдау кезінде талаптардың бұзылуынан болуы мүмкін дейді. Қазақ Республикасы техникалық реттеу және метрология комитетінің Жетісу облысы бойынша департамент басшысы Бибігүл Омарова былай дейді. Ресейден келген сүт өнімдерін атасақ, бабушкина рынка деген, сонымен қатар Черкизово деген ет өнімдерін сатуға тыйым салынды. Өйткені ол өнімдер техникалық регламент талаптарына сәйкес келмеді. Нақты айтатын болсақ, тіл туралы заңға қайшы келеді. Сонымен қатар жалпы талаптарға сәйкес келмейді. Зертханаға отандық және импорттық өндірушілердің ет, сүт, кондитер өнімдері мен өсімдік майлары тексерілуге берілген екен. Тексерілген өнімдердің 83%-ның таңбалау талаптары бұзылған, яғни мемлекеттік тілде мәлімет болмаған. Сондай-ақ өндіруші мен оның мекен жайы, өнімнің құрамы жайлы ақпаратта жазылмаған. Басым бөлігінде жарамдылық мерзімі көрсетілмеген. Ал тұрғындардың көбісі азық-түлік өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін тексермейтінін айтады. Ал сарапшы мамандардың айтуы бойынша тексерілген өнімдердің шамамен 70%-дан астамының заңбұзушылық анықталғаны бұл алаңдатарлық жағдай деп отыр. Қазақстан Республикасы тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің тексеру барысында тексерілген өнімдерден 70% астамында талаптарының сәйкес келмеуі бұл жүйелік мәселе екенін атап айтты. Арнайы тексерістен кейін елімізде 43 түрлі өнімді сатуға тыйым салынып, 224 кәсіпкер әкімгершілік жауапқа тартылды.